Сәлем баршаңызға, сіздерге галета құлпынайымен жасалған пирогын ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Ең алдымен тестісін жасап аламыз. Блендер қажет болады. Блендерге ситодан өткізілген ұнымызды өткізіп саламыз. Бөлме температурасындағы майымызды үстіне салып, оның үстіне творогымызды салып, бәрін бірге блендермен араластырамыз видеодағыдай. Араласып болғаннан кейін жұмыртқаның сары бөлігін алып, үстіне салып, илейміз. Егерде қолымызға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп қоямыз. Мұздатқышта 15 минут қоя тұрамыз. Оған дейін начинкасын дайындаймыз. Құлпынай қажет болады және қант, 1 ас қасық ұн қажет болады. Бәрін салып араластырамыз. Бұл жерде құлпынайдың әртүрлі түрлерін қолдануға болады, свежий түрінде қолдануға болады. Мұздатқыштан тестімізді алып, оқтаумен ысамыз. Қатты ондай қалың да емес, жұқадай емес қылып ысамыз. Жаңағы начинканы үстіне салып, жан жағын бортик қылып жабамыз. Айналасына жаңағы жұмыртқаның ақ бөлігі қалғанды жағып шығып, үстіне қант сеуіп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 35 минут пісіріп шығамыз. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Тестісі жұмсақ болып, әдемі болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, үлпілдеріңізді аямаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.